Баршаңызға сәлем, сіздермен Фируза. Бүгін сіздерге керемет бір жасағаннан шығатын ажурный блинчиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алыңыздар. Ең алдымен таза, іші құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстінен жарты пиала қантымызды саламыз, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен 1 бокал сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен електен өткізілген, міндетті түрде ұндарыңызды електен өткізіп қосыңыздар. Електен өткізілген ұнымызды бөліп қосатын боламыз. Сол кезде бөліп қоссаңыздар, түйіршіктер болмайды, жақсы араласатын болады. Оның үстінен сұйық майымызды қосып араластырамыз. Жарты стакан сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен 1 шай қасық ас содасын саламыз және қайнап тұрған ыстық суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай сұйық масса шығу керек. Енді табамызды қыздырып аламыз. Қызған табамызды бастапқыда осылай кішкене майлап жібереміз. Бір шөміштен құйып, айналдырып барлық жеріне тигізіп пісіріп алатын боламыз. Осылай бір шөміштеп құямыз. Айналдырып барлық шетіне тигіземіз. Міне бізде бірден тесікшелер пайда болды. Енді келесі бетіне аударып пісіретін боламыз. Ағаш таяқшамен немесе лопатканың көмегімен өздеріңізге ыңғайлы затпен ауыстырып пісіріп алсаңыздар болады. Маған өзіме осылай пісірген ыңғайлы. Міне біздің блинчиктарымыз керемет қызарып, жұп-жұқа тесікшелері көрініп пісетін болады. Блинчиктар дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.